Маска жасап жүрген уақытым жоқ, бірақ беттегі дақ пен әжімді кетіргім келеді десеңіз, бұл видео сізге арналады, соңына дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум, қаналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фируза Мырзаева, косметолог маман, қазіргі таңда декретте. Көптен бері видео салмай қойдым, өйткені кішкентайыммен әуре болып кеттім. Сіздерге бүгін күшті маскамен, маска емес, күшті әдіспен келіп отырмын. Өйткені маска істеп шаршаған қадындарға күшті лайфхак. Бетіңізде әжім, қара дақ болса, ағартқыларыңыз кетсе, күшті уақытыңызды алмай-ақ, азында кешке жай ғана бетіңізді сүртіп кете беретін әдемі оңай рецепт үйреткім келіп отыр. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер және маған тіркеп қойып ұмытпаңыздар, өйткені алда көптеген күшті ақпараттар болатынына сенімдімін. Сондықтан камераға жақын тұрыңыздар. Бізге қажет болады отличный 2 зат. Аптекадан бір көп алып қойсаңыз жеткілікті, қолдана бересіздер. Біріншісі аскорбин қышқылы. Ой, витамин С ғой. Витамин С-ның пайдасын білетін шығарсыздар. Особенно қара дақты кетіруге өте үлкен рөл атқарады. Экстракт алоэ, алоэ сұйық ерітіндісі. Ампула түрінде болады, барлық аптекадан табуға болады. Соңғы кезде таба алмай жүрмін деген кісілерде мен 3-4 аптекадан оңай тауып алдым. Қалай қолданамыз? Қазір көрсететін боламын. Ватный дискке салып аламыз, оп-оңай, және бетімізді сүртіп шығамыз. Жап-жас болып әжім туралы айтпай қойсаңдаршы, үлкен адамдарға көрсетіңдерші дейтін ханымдар, жасайсыз ба, жасаңыздар. Жасағаннан кейін нәтижесін көресіздер, кейін олай айтпайсыздар. Просто әжіммен осындай жас кезден бастап түспеуінің алдын алған, түскеннен кейін кетіруге қарағанда жеңілдірек болады. Және де салық процедуралардың өзі көмектеспей жатады, тым әжім түсіп кеткендіктен. Сондықтан жас кезден бастап күтімді аямау керек. Қазірден бастап, жасыңыз мейлі әйел 60-та болса да жасай беріңіздер. Әжіңізді бөлден жоққа жібермесе де жазып әдемі қалыпқа келтіреді. Кеттік. Бетімізді кәдімгі ватный дискпен сүртеміз. Бұны қолданғаннан алдын, егер аллергия бар жоғын анықтау үшін қалай қолданамыз? 2 ампуладағы кішкене алып, білекке, немесе құлақтың астына, немесе мойынға жағып 10-15 минут күтеміз. Сізде ашу, қызару, қышшу сезімі болмаса, бұл маска сізге тура келеді, ойланбай қолдана берсеңіздер болады. Ал егер ондай ашу, қызару сезімдер болды ма, значит бұл сізге тура келмейді. Қолданбай қойсаңыздар. Босқа бетіңіз қызарып, аллергия беріп, біраз арпалысып қаласыз. Осылай азанда және кешке бетімізді сүртеміз, ары қарай өзіңіздің қолыңызды жасай берсеңіздер. Бұны қай кезде жаққан дұрыс? Умывалкамен бетіңізді тазалап жуғаннан кейін жағамызды, артынан тонер, сыворотка, молочко қолдана бересіздер. Мен өзімнің сүйікті HI брендін қолданамын. Тапсырыс берем десеңіздер, төменде ссылка қалдырып кетемін. Тапсырыс берсеңіздер болады. Өте күшті набор. Тазарып, жылтырап жатқан сияқты болады. Ал бір айда уже күшті результат болады. Бұл әдістен результат көрген ханымдар өте, нәтиже көрген ханымдар өте көп. Сондықтан ойланбай жасап көріңіздер. Көздің айналасына кішкене тигізбей жақсаңыздар болады. Қатты жақындатпаңыздар. Осылай жақып қойыңыздар. Болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, нәтижесімен комментарий бөлімде бөлісіңіздер. Сіздермен болған Фируза Мырзаева, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алда сіздерге көптеген пайдалы ақпараттар бөлісемін. Сосын қандай мәселе сіздерді мазалап жүр, видео астына жазыңыздар. Соған қатысты маска, соған қатысты ақпараттар түсіретін боламын. Сіздермен болған Фируза Мырзаева, өз каналымда істеп көргеніме қуаныштымын. Сау болыңыздар.